жаңа мәміле жасау үшін Америка құрама штаттарының Орегон штатында іссапарда жүр. Оның бастығы Нил Лайман Рокки Спрингс орманын тұрғын үй құрылысына айналдыруды жоспарлап отыр және Ригглсті аймақты зерттеуге жібереді. Сапар барысында ол жолдағы кеміргіштің үстінен өтіп кете жаздады да, темекісін орманның ең қалың жеріне лақтырып жіберді. Бақытымызға орай, жергілікті жануарлар өрттің алдын алып, Ригглстің көлігіне тас лақтыратын тұзақ құрып, жындыдан кек алуды ұйғарды. Соқтығыстың салдарынан көлік төбенің шетіне қарай қисайып кетті. Ал Ригглс сыртқа шықпақ болғанда, Ригглстің көлігіне тас лақтырып жатқан енотты көрді. Оның темекісі оған қайта оралды. Ашуланған Ригглс өзін жануарға лақтырып жіберді. Бірақ бұл көліктің теңселіп, жартастан құлап кетуіне себеп болды. Бақытымызға орай, ол құлағаннан кейін аман қалады. Бірақ бастығын жұмыстан кетуге шақырады. Бірнеше күннен кейін Лайман Ригглстің орнына өзінің қызметкерлерінің бірі Ден Сандерсті жіберіп, тұрғын үй кешенінің жағдайын тексереді. Осыған байланысты Ден және оның отбасы Чикагодан Орегонға 12 айға көшуге мәжбүр. Оның отбасы бұл идеяға риза болмаса да, Ден бәріне оң көзқараспен қарауға тырысады және жабайы табиғатқа зиян келтірместен құрылысты бақылауды жоспарлап отыр. 3 айдан кейін Сандерс отбасы құрылыс алаңының дәл қарсысындағы үйде тұрады. Ал Ден бақшаға қарауға шығады. Кенеттен ол көкжидектерін жеуге тырысып жатқан тиінді байқап қалады да, оны спринклермен қуып жібереді. Бірақ жануар ашуланып, қашып кетеді. Досы Раконға бәрін айту үшін орманға барды. Осы уақытта Ден Рокки Спрингстегі құрылыс барысын тексеру үшін ұшақпен келген Лайман мырзамен кездесуге дайындалып жатыр. Кетер алдында ол бастығының көңілінен шығу үшін бір себет бутерброд алып, оны көлікте қалдырады. Раконның жүксалғышқа кіріп кеткенін және сол жерде екенін білмей себетке тығылып жатыр. Бірнеше минуттан кейін Ден ұшу-қону жолағына келіп, көмекшісі Фелдермен бірге Лайман мырзамен кездеседі. Екеуі Денді ұшақта сөйлесуге шақырады. Ал Ден оның жақсы жаңалығы бар екенін айтады. Тұрғын үй кешені қоршаған ортаны қорғау туралы барлық заңдарға толық сәйкес мерзімінен бұрын жалға беріледі. Лайман мырза мұны естігеніне қуанышты. Өйткені олар жақын арада жобасының екінші кезеңіне өте алады. Ден оның не айтқысы келгенін түсінбейді. Бірақ оның бастығы оған Рокки Спрингс орманының барлығын сауда орталығымен алмастыратын жаңа құрылыс жоспарын көрсетеді. Екінші кезеңді аяқтау үшін тағы 4 жыл қажет болады. Ал Лайман мырза Ригглс жұмыстан шығарылғаннан кейін Денді жоба менеджері етіп сайлады. Алайда Ден мұндай үлкен жауапкершілікті өз мойнына алғысы келмейді. Өйткені бүкіл орман тазартылады және оның әйелі мен ұлы жақын арада Чикагоға оралады деп үміттенеді. Содан кейін Лайман мырза жалақысын 2 есе көбейтуге уәде беріп, ұсынысты қабылдауға 10 секунд уақыт береді. Әйтпесе, ол жұмыстан шығарылады. Ал енот қоржыннан бүкіл әңгімені тыңдайды. Кейінірек Ден бұл жаңалықты отбасына жеткізу керек және күткендей, бұл идея Тэмми мен Тайлерге мүлдем ұнамайды. Осыған қарамастан, шешім қазірдің өзінде қабылданды және отбасы келесі 4 жыл бойы құрылыс аяқталғанша Орегонда тұруға мәжбүр болады. Жақын жерде, Орегон ормандарында, Ракон өзінің жануарлар достарымен кездесіп, оларға Рокки Спрингсті бұзу жоспарлары туралы айтып береді. Мұны тоқтату үшін банда жоба менеджері Ден Сандерстен бастап құрылысқа саботаж жасамақшы. Келесі күні таңертең Ден бастығымен кездесуге бара жатқанда, оның көлігінің құс саңғырығымен жабылғанын көреді. Оның үстіне, ол ауласын қазып жатқан енотты байқап қалады да, оны қуып жіберуге тырысады. Бірақ спринклер іске қосылады. Бұл өздігінен болып, шалбарына сіңіп кетеді. Кешігіп қалса да, Ден киімін ауыстырып, кездесуге асығады. Бірақ жолда, ол жолдың ортасында тұрған бұрынғыдай енотты көреді. Ден оны қуып жібермекші болады. Бірақ сол кезде бастық оған қоңырау шалып, кешігіп қалғанын айтады. Енді уақытты босқа өткізбеу үшін Ден көліктен түсіп, жануарды қорқытпақ болады. Бірақ енот тістерін ашып, шабуылдаушы позицияны ұстанады. Жануарда құтыру ауру болуы мүмкін деп қорқып, Ден көлігіне қайта мініп, жолдан шығып, енотқа соңғы ескерту, жолдан шығыңыз. Ақырында ол газды басады. Бірақ басқа жануарлар тұзақты іске қосады. Тағы бір рет көтеріліп, тағы бір тасты жолға қарай лақтырыңыз. Ден керемет түрде уақытында жолдан шығып кетеді. Бірақ жол белгісіне соғылып, шалбарына бір шыны ыстық кофе төгіп тастайды. Ең сорақысы, ол Лайман мырзамен сөйлесудің ортасында телефонды қойды. Ал қайта қоңырау шалуға тырысқанда, оның ұялы телефонында ешқандай сигнал болмады. Содан кейін Ден тағы бір рет қоңырау шалу үшін жолға шығады. Бірақ ол жолдың шетіне жеткенде, жер астынан шығып, жол беріп, сайға құлап кетеді. Осы уақытта Тэмми жаратылыстану пәнінің мұғалімі болып жұмысқа орналасты және қазір орман фестиваліне еріктілерді іріктеу жиналысында. Ол бұл оқиғаның не екенін сұрау үшін қолын көтереді. Бірақ мектеп директоры оны бүкіл фестивальді басқаруға уақыт жоғалтпай тағайындайды. Сахнаға шыққысы келмей, Тэмми келіседі де, үйіне қайтып келе жатқанда, Уилсон есімді полиция қызметкері оған және оның ұлына жақындайды. Ол оларға Деннің жоғалып кеткенін, ал полиция оның көлігі мен ұялы телефонын жолдың ортасынан ғана тапқанын айтады. Уилсон Тэммиге оның бұған қатысы бар деп сенеді. Бірақ ол өзін түсіндіре алмай тұрып, Ден орманда пайда болады. Жарақат алғанына және киімі жыртылғанына қарамастан, оның түсіндіруге уақыты жоқ және бастығымен сөйлесу үшін үйіне қарай бет алады. Тэмми мен Тайлер Ден жұмыстан шығарылады деп үміттенеді.
Бірақ Лайман мырза оған тағы бір мүмкіндік беруді шешіп, кездесуді басқа күнге ауыстырады. Әйелінің бақытсыз екенін көрген Ден Орегонда қалуға шешім қабылдағаны үшін кешірім сұрайды. Қандай жағдай болмасын, Тэмми келіседі. Ал кешкі астан кейін Ден оған орман фестиваліне іс-шаралар ұйымдастыруға көмектеседі. Кейінірек, ерлі-зайыптылар төсекке жатқанда, Ден терезенің қағылғанын естіп, тұмсығын әйнекке соғып тұрған тоқылдақты көреді. Содан кейін ол үстелде жатқан қалтаны пайдаланып, құсты қорқытуға тырысады. Бірақ ол бәрін үстелдің екінші жағына, терезеге аударып жібереді. Жынды адам көп ұзамай бұл орман фестивалінің бағдарламасы екенін түсініп, әйелі барлық жұмысынан айырылғанша парақтардың артына жүгіреді. Барлығын жинап болған соң, Ден жатын бөлмесіне оралып, біраз ұйықтауға тырысады. Бірақ тоқылдақ терезені қағып, оны тағы да мазалай бастайды. Шыдамы таусылған, Ден құсқа тазалауды бұйырады. Бірақ ол қатты айқайлағаны сонша, бұл Тэммиді қорқытып, оның төсектен құлап кетуіне себеп болды. Осыған байланысты Ден диванда ұйықтауға мәжбүр болды. Бірақ ол қонақ бөлмеге жеткенде, қарға оның ұйқысын бұзған сияқты. Бұл жолы құс флюгерін тістеп алды. Ал Ден оған шатырдан жетуге тырысты, бірақ тайып кетті. Плиткадан сырғып түсіп, суағарды әрең ұстай отырып, құлай бастайды. Осыған қарамастан, құс Денге тағы да шабуыл жасап, оның бетінен тістеп алды. Бұл Деннің суға толы бассейннің ортасына құлап кетуіне себеп болды. Келесі күні Тайлер әкесін үйден таба алмай, далаға шығып, оны су басқан үйдің бассейннің ішінде әлі ұйықтап жатқанын көреді. Күйеуі бір түрлі әрекет еткендіктен, Тэмми оған жұмыстан үзіліс жасап, біраз демалуға кеңес береді. Алайда Ден әйеліне бәрі жақсы екенін айтып, дайындалуға кетеді. Өйткені оның бастықпен тағы бір кездесуі бар. Тэмми мен Тайлер кеткеннен кейін, ол әдеттегі жаттығуларын жүгіру жолында жүгіруден бастайды. Алайда енот оның алаңдаушылығын пайдаланып, жүгіру жолын жауып тастады. Соның салдарынан ол жүгіру кезінде өзін-өзі басқара алмай, қабырғаға лақтырылды. Ден кофе ішуге тырысып, ағып жатқан сүт қорапшасын тартып алған кезде, жағдай одан сайын нашарлай түседі. Ол басқа сөмкені алуға бара жатқанда, Визал оның жарма ыдысына жаңғақтарды құйып жібереді. Ал жігіт тамағы іше бастағанда, ол тістерін жарып жібереді. Ақырында Ден кездесуге бара жатыр, және ол қатты иіс сезген кезде көлігін тас жолда айдап бара жатыр. Қаптамадан жағымсыз иіс шығады. Ол сасық иісті жасыру үшін бір бөтелке парфюмерияны тез тартып алады. Бірақ артына қараса, ол көліктен сасық иістерді жолаушылар орындығын тауып алады. Сасық иістің қатты болғаны сонша, Ден көлікті басқара алмай, құрылыс алаңындағы құрылыс материалдарына соғылады. Жұмысшылар оған көліктен түсуге көмектесіп жатыр. Ал жағымсыз иісті түтіннің арасынан бұрынғыдай бозарған және тыныс ала алмайтын тапсырма шеберін тауып алады. Есін жиған Ден жуынатын бөлмеге жүгіріп барып, душ қабылдап, сасық иісті басу үшін бүкіл денесіне томат соусын жағып жатыр. Ыдыс жуып болған соң, ол шкафтан киім алуға кетті. Бірақ жұмбақ жағдайда оның барлық шалбары, көйлектері, тіпті іш киімдері жоғалып кетті. Енді оның бір ғана жолы бар. Әйелінің киімінен бірдеңе алу және қолшатырды пайдалану арқылы ол жұмысшылардың назарынан тыс қалуға тырысады. Алайда оның көлікке әйелдер киімін киіп кірмек болғанын бәрі көреді, және одан әрі ұялмау үшін Ден ештеңе болмағандай көлікке қарай жүреді. Осыншама оғаш жағдайдан кейін ол жаңа киім сатып алу үшін дүкенге баруды ұйғарады. Тек ішінен тағы бір сасық иіс тауып алады. Машина, жануар тағы да өзінің жағымсыз иісін барлық жерге таратады. Соның салдарынан Ден құрылыс материалдарына қайта соғылады. Осы уақытта Тэмми орман фестивалін ұйымдастырып жатыр. Ал Тайлер өзінің жаңа орта мектебінде жайлы болуға тырысуда. Бала Чикагодағы досымен телефон арқылы сөйлесіп жатқанда, кітапханада ерікті болып жұмыс істейтін студент Эмберді кездестіреді. Тайлер оның жанында өзін жайсыз сезінеді. Бірақ ол өзін жақсы сезініп, оны кездесуге шақырады. Мен Орегонда тұрудың соншалықты жаман емес екенін түсінемін. Денге оралайық. Ол ұшу-қону жолағына келіп, Лайман мырзамен телефон арқылы кездесуді сұрайды. Оның бастығы қазірдің өзінде шыдамы таусылып, оған ұшаққа отыруды бұйырады. Өйткені олар инвесторларға компанияның қоршаған ортаға қамқорлық жасайтынын көрсету керек. Содан кейін Ден компанияға орман фестиваліне демеушілік жасауды ұсынады. Өйткені бұл Rocky Springs'тегі құрылыс жобасының қоршаған ортаға әсері туралы кез келген күмәнді жояды. Лайман мырза бұл идеяны құптайды. Бірақ Ден толығырақ мәлімет бермекші болған кезде, ақ лашын пайда болып, оған жалардың арасына тығылмақ болады. Бірақ ол ұяның дәл ортасында қалады. Кейінірек Тэмми үйіне оралып, күйеуінің киімін киіп, беті әбден ісіп кеткенін көреді. Ден жай ғана оның күні қиын болғанын айтады, және ол не болып жатқанын түсінбесе де, Тэмми оны жатын бөлмесіне апарады. Сол түні ол Денге жақсы ұйықтау үшін шай қайнатып, киімінің қоқыс жәшігіне тасталғанын айтты. Ол оның жұмысы оны тым қатты күйзеліске ұшыратады деп ойлайды, және оған психиатрға қаралуды ұсынады. Бірақ Ден бұл бос сөз екенін, және оған жақсы ұйықтау керек екенін айтады. Ұйықта, шай ақырында көмектеседі. Ал Ден терең ұйқыға кетеді. Бірақ түн ортасында ол оянып, ас үйден қатты музыка естіледі. Шошып, не болып жатқанын көру үшін жүгіріп келеді де, оның үйінде той жасап жатқан ондаған кеміргіштермен бетпе-бет келеді. Ден оларды қуып жіберуге тырысады. Бірақ еденге шашылған тамақтың үстінен тайып кетеді. Ал енот оның үстіне секіріп, оған тоқта,
орманды жалғыз қалдыр. Бақытымызға орай, мұның бәрі жай ғана қорқынышты түс болды, және ол Тэмиді шақырды, бірақ ол төсектен Раконның бетімен шықты. Дэн тағы да қорқынышты түстен оянды, бірақ бұл орман жануарлары деп күдіктене бастады. Олар оған қарсы келісілген шабуыл жасайды. Осыған байланысты Дэн келесі күні таңертең оның үйіне басып кіруге әрекеттенген кез келген жануарды ұстау үшін ауласына бірнеше тұзақ қояды. Осының бәрін көрген Тэмми күйеуі шектен шығып кетті деп ойлайды. Бірақ Дэн ол келгеннен бері жануарлар оған шабуыл жасап келеді деп сендіреді. Осы себепті ол бақшаға қорғаныс механизмін орнатты. Бірақ кездейсоқ тұзақтардың бірі іске қосылып, Тэмидің бетіне балшық лақтырды. Бұл соңғы тамшы болды, және ол күйеуін мүмкіндігінше тезірек психиатриялық көмекке жүгінуге мәжбүр етті. Дэн ақыры келісіп, көліктің ішінде Ракон мен сасық иіс бар екенін білмей, терапевтке бірінші сессияға барады. Мен барлық электр сымдарын жарып жібердім. Психиатрмен сеанс әдеттегідей өтіп жатыр. Алден алдыңғы әйнегіндегі тазалағыштар мен көліктегі әйнектердің өздігінен қозғалатынын байқамайынша өзін жақсы сезінеді. Жануарлар кінәлі деп күдіктеніп, жүгіріп келіп, рөлді Ракон басқарып тұрған кезде сасық газдың басылғанын көреді. Дэн терезеден секіріп түсіп, оларды сол жерден шығаруға тырысады. Бірақ көлік жолда келе жатыр. Ал Ракон әйнекті көтеріп, оларды тұзаққа түсіріп жатыр. Ол есік алдында тұр. Бұған қанағаттанбаған бір-екі жануар көлікті көлге апарып, суға батырып, Дэнді өзімен бірге алып кетеді. Осы жерден алыс жерде Тэмми Тайлер мен оның жаңа құрбысы Эмберге сиреналардың жақындап келе жатқан дыбысын естігенде кешкі ас әзірлеп жатыр. Ең жаманынан қорқып, отбасы не болғанын көру үшін жүгіріп шығады да Дэннің көлігін айдап бара жатқан эвакуаторды тауып алады. Тэмми бұл жолы не болғанын сұрайды. Бірақ Дэн барлығын оған орман жануарлары шабуыл жасап жатқанына сендіруге тырысудан бас тартты. Оның орнына ол бұл мәселені өз бетімен шешуге бел буып, үйде бірнеше камералар мен таратқыштары бар бейнебақылау жүйесін орнатады. Дэн кез келген күдікті әрекетті бақылап отырғанда, Тайлер әкесімен сөйлесуге барады, және оның әңгімесіне сенетінін айтады. Ол кітапханада болған кезде, Эмбер оған Рокки Спрингстің тарихы туралы кітапты сыйға тартты. Оны алғаш рет Тука үңгір адамы 10 000 жылдан астам уақыт бұрын мекендеген. Алайда оны жануарлар қуып жіберді, және викингтер, миссионерлер және тіпті хиппилер сияқты басқа өркениеттерде де солай болды. Дегенмен, егер Дэн дұрыс айтса, жануарлар бұрынғыға қарағанда агрессивті болды. Өйткені олар оны қуып қана қоймай, одан кек алғысы келеді. Мұның себебі Тайлердің тергеуіне сәйкес, Лайман мырзаның компаниясы басқа орман алқаптарын тазартып, жануарларды баспанасыз қалдырды. Айқын фактілерге қарамастан, Дэн компанияның қоршаған ортаға қамқорлық жасайтынына және жануарлар оны жай ғана алаңдатуға тырысатынына сенімді. Дегенмен, ол мұның бәрін бүгін кешке тоқтатуға ниетті және бейнебақылау камералары арқылы бүкіл үйді бақылауды жалғастыруда. Бірнеше сағат күткеннен кейін, ол қақпаның серпелерінің бірінің ашылғанын естіп, барлауға аттанады. Сонда ол тұзаққа түскен енотты тауып алады. Алайда, мұқият қарағаннан кейін, бұл жай ғана тұлып екенін түсініп, орманда жасырылған екі кішкентай сары көзді байқайды. Оның енот екеніне сенген Дэн оны ұрысқа шақырады. Бірақ оған үлкен жабайы аю жүгіріп келеді. Дэн үрейленіп, жұмыс орнындағы портативті дәретханаға тығылады. Бірақ аю оған табанымен шабуылдап, көшенің ортасындағы кабинаны, орманды аударып жібереді. Тағы бір күн өтіп жатыр. Ал Тэмми күйеуін таба алмай жатыр. Сондықтан ол құрылысшылардан оны іздеуге көмектесуін сұрайды. Олардан басқа офицер Уилсон да пайда болады, және топ Дэнді іздеуге шығады. Өйткені олар оның орманда биіктен айқайлағанын естиді. Жоғары қараған кезде, топ ағаштардың басына кептеліп қалған портативті дәретханаға тап болады. Ал көп ұзамай саятшылық құлап кетеді. Содан кейін барлық кірді Дэнге төгіп тастады. Сасық иістің қатты болғаны сонша, жұмысшылар қысымды жуғышты ұстап алып, бәрі тазаланғанша ер адамды шлангпен суарады. Тағы бір оқиғадан кейін Дэн қатаң шаралар қабылдауға бел буып, жануарларды орманға апару үшін офицер Уилсонның көлігін жалға алады. Бірнеше минуттан кейін ол топ жетекшісі Раконға тап болып, Рембо киімін киіп, арбалетті ұстап алып, жануарға жебе атамын деп қорқытады. Ол ашуланса да, Дэн жануарға шабуыл жасаудан бас тартады. Бірақ ол қырағылығын жоғалтқанда, жануар қауіпті болып қалады. Енот оған секіріп, тістей бастайды. Екеуі төбелесіп қалады. Ал енот басымдыққа ие болып көрінген сәтте, ол транквилизатордың дозасын алады. Дарт. Жануар ес-түссіз жерге құлап түседі. Ал Дэн Уилсонды тауып алады. Ол оның соңынан еріп, жабайы аңдарды аулауға арналған барлық қару жарақ арсеналын көрсетеді. Жануарлар. Мұны білген Дэннің ойы бар, және ол Уилсон мен жұмысшылардан ормандағы барлық жануарларды ұстауға көмектесуін сұрайды. Барлығы көмектесуге келіседі, және бірнеше сағаттық аңшылықтан кейін олар бүкіл отарды ұстап алып, ормандағы оңаша жерде жәшіктерге қамап қояды. Дэннің жоспары жануарларды жою емес, оларды орман фестивалі басталғанға дейін қамауда ұстау. Олардан құтылғаннан кейін Дэн ақырында қалыпты күнделікті өмір сүре алады. Уақытында ұйықтай алады, жаттығуларын жасай алады және жоспарланған кездесулерге қатыса алады. Фестиваль жақындаған сайын, Лайман мырза әйелімен егжей-тегжейлерді талқылау үшін Дэнге үйіне баруды шешеді. Осы уақытта Тайлер мен Эмбер тоқтаған кезде Рокки Спрингсті аралап жүр. Ал Тайлер оған өз сезімін айтады. Эмбер сүйіспеншілікпен жауап береді.
Бірақ жануардың жылағанындай дыбысты естігенде олардың әңгімесі үзіледі. Дыбыстан кейін олар торларда қамалып, үлкен қоршаумен қоршалған, ондаған жануарлары бар ашық қоршау. Бала ашуланып, үйіне қайтып, әкесімен бетпе-бет келіп, оны екі жүзді деп атайды. Өзін табиғатты қорғаушымын деп мәлімдеп, жануарларды бір уақытта торға қамап қояды. Ден өзін шынымен құрбан болдым деп ақтауға тырысады. Бірақ Тайлер оған сенбейді және өзін бөлмесіне қамап қояды. Әкесі оның жақсы жұмыс істеп жатқанына сене береді және жануарлар қоймасына барады. Сонда ол осының бәріне себеп болған енотқа тап болады. Сенде қиыншылық бар. Бірнеше секундтан кейін жұмысшылардың бірі жаңа жәшік әкеледі. Оның ішінде бұл жолы ұрғашы жануар мен төлдері бар. Ден көп ұзамай еноттың басынан бастап тек отбасын қорғауға тырысқанын түсінеді және оның жұмысы шынымен де қоршаған ортаны қорғауға бағытталғанына күмәндана бастайды. Тағы бір күн өтіп жатыр. Ақыры орман фестивалінің маңызды сәті келді. Жергілікті тұрғындардың көмегімен және Лайман мырзаның қаржылай қолдауымен Теме өз үйінің алдында көпшілікке арналған түрлі аттракциондармен іс-шара ұйымдастыра алды. Фестиваль әдеттегідей өтеді. Бірақ Эмбер мегафонмен іс-шараға шабуыл жасап, Лайман мырзаның компаниясына қарсы науқан бастайды. Қызды көрген Тайлер болған оқиға үшін кешірім сұрап, оған қосылуын және әкесінен түсініктеме талап етуін сұрайды. Осы кезде Ден Темемен, Лайман мырзамен және инвесторлардың бірі Гупта мырзамен бірге болады. Ол фестивальмен келісім жасамас бұрын фестивальді көруге келген. Компания әңгіменің ортасында Тайлер пайда болады. Ол орнынан тұрып, орманда қалып қойған жануарлар туралы бұрыннан білгенін айтып, әкесінің бастығымен бетпе-бет келеді. Ден фестивальден кейін жануарлардың босатылатынын түсіндіруге тырысады. Бірақ Лайман мырза жануарлардың уақытты үнемдеу үшін эвтанизацияланатынын айтады. Теме мен Тайлер Деннің бәрін басынан ақ білетініне сеніп, оның көңілін қалдырды және олар кетіп қалды. Алайда, осы уақыт бойы алданып қалғанын түсінген соң, ол түзетуге бел буып, жануарларды ұстау изоляторына барады. Бірде ол енотты тауып алып, бәрі үшін кешірім сұрайды. Содан кейін оны барлық басқа жануарлармен бірге торынан босатады. Сыртта Уилсон Лайман мырзаның бұйрығымен күзетте тұр. Кенеттен оған ондаған жануарлар жүгіріп келеді. Фестивальге оралғанда Лайман мырза тұрғындарға Гупта мырзамен келісім жасасқанын және екеуі қалаға үлкен инвестиция салатынын хабарлау үшін шоуды тоқтатады. Сөзінің ортасында Ден отбасымен қайта қауышып, өзінің зейінін шоғырландырғанын айтып, түзетуге тырысады. Ол өз жұмысын істеп жатқанда, ол ең маңызды нәрсені ұмытып кетті. Ол сондай-ақ Эмбердің мегафонын алып, Лайман мырзаға тікелей хабарласып, оны экологиялық қылмыстар жасады деп айыптады. Алайда оны ешкім байыппен қабылдамайды және Лайман мырза күзетшілерге Денді фестивальден шығаруды бұйырады. Содан кейін ол Гупта мырзадан серіктестік туралы келісімге қол қоюын сұрайды. Бірақ ол мұны жасамақ болған кезде қағазға құс саңғырығы түсе бастайды. Көп ұзамай офицер Уилсонның жабайы жануарлар басқаратын жүк көлігі фестивальге асығады. Әскери тактиканы қолдана отырып, жануарлар шатырларды қағып, іс-шараға шабуыл жасайды. Ал құстар барлық жерге қоқыс шашады. Осы бейберекетсіздіктің ортасында Лайман мырза еноттың шабуылды басқарып жатқанын түсінеді және жануарды ату үшін транквилизатор жебелері тиелген мылтықты алады. Ден бәрін көріп, бастығының нысанаға алуына тосқауыл қояды. Соның салдарынан ессіз адам Гупта мырзаның аяғына оқ жаудырады. Осы тәртіпсіздікке тап болған инвестор мәмілені бұзуға шешім қабылдап, келісімшартты бұзуға тырысады. Келісімшартқа қол қойыңыз. Бірақ Лайман мырза оны құлатып, қол қоюға мәжбүр етеді. Содан кейін ол фестивальден қашуға тырысады. Бірақ Ден оның отбасы және жануарлар тобының қоршауында қалады. Соған қарамастан, ол құрт тәрізді шарға қарай жүгіріп, оның ішіне тығылуға тырысады. Дегенмен, оның артынан жануарлар, соның ішінде сасықтар да келеді. Оның қорқынышты иісі бүкіл шарды адам төзгісіз иіспен толтырады. Ақырында, жабайы аю жүк көлігінің руліне отырып, шарды орманға апарады. Өйткені Лайман мырзаның жазасы әлі аяқталған жоқ. Рокки Спрингс Деннің арқасында құтқарылды және ол жұмысынан айырылғанымен, ол дұрыс әрекет еткеніне сенімді болып, отбасымен қайта қауышты. Шешім: 3 айдан кейін енот, оның отбасы және барлық жабайы жануарлар орманда бейбіт өмір сүруді жалғастыруда. Енді олардың Деннен басқа тағы бір одақтасы бар. Ол Рокки Спрингс аймағындағы жаңа саябақ инспектор болды.